Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгін бізде 129-шы сабақ 44-ші жаттығу мәтінді оқы, ат қой. Жазғы демалыста Арман мен Нұрлан атасы мен әжесінің ауылына қыдырып барды. Бір уақыт аталарына көмектесті. Бау-бақшаны арам шөптерден тазартып ретке келтірді. Бірде Арман Нұрланды шақырды. Ағаш түбінде шиқылдап жатқан сарыауыз балапанды көрді. Бұл ағаш басындағы ұядан құлап түскен торғайдың балапаны екен. Өзі кішкентай, жүні жоқ, қызылшақа балапан шиқылдай береді. Арман сатыға шығып, балапанды ұясына қайта салды. Атасы немерелерінің бұл әрекетін құптады. Жыл 12 ай кітабынан алынған екен. Мәтінде біз ауылдағы демалыс деп ат қойсақ болады екен. Мәтін неге 3 бөлікке бөлінген? Әр бөліктен тақырыбын анықтап, оларға ат қой. Мәтін неге 3 бөлікке бөлінген? Мәтін оқиғаның даму желісі мен логикалық жүйесін сақтау үшін 3 композициялық бөлікке бөлінген. Бірінші бөлімде оқиғаның басталуы, яғни кейіпкерлермен танысу және уақыты. Екінші бөлімде оқиғаның дамуы мен шиеленісуі, балапанның табылуы және оның сипаттамасы. Ал үшінші бөлімде оқиғаның шешімі мен қорытындысы, балапанды құтқару және атаның батасы. Әр бөліктің тақырыбы мен атауы. Бірінші бөлімде ауылдағы еңбекке толы демалыс және балалардың ата-әжесіне көмектесіп бау-бақшаны күткені туралы. Ал екінші бөлімде кішкентай қонақ немесе дәрменсіз балапан Арман мен Нұрланның ағаш түбінен торғайдың балапанын тауып алған сәті. Мейірімділік ізгі қасиет, балалардың сауапты іс жасап, үлкендердің ризашылығына бөленуі. Балапанды сипаттау мәтіннің қай бөлігінде? Балапан туралы толық сипаттама мәтіннің екінші азат жолында, яғни ортаңғы бөлігінде. Онда балапанның түрі, күйі және оның торғайдың төлі екені нақты жазылған. Сұрақтарға жауап беретін болсақ, бірінші Арман мен Нұрлан аталарына қашан және қалай көмектесті? Олар қандай балапанды тауып алды? Балалар не істеді? Арман мен Нұрлан аталарына қашан және қалай көмектесті? Арман мен Нұрлан мектептегі оқу жылы аяқталып, жазғы демалыс басталған уақытта ата-әжесінің ауылына қыдырып барды. Олар бос жүрмей, аталарының еңбегін жеңілдету үшін бау-бақшаға шығып, арам шөптерді біртіндеп жұлып, айналаны тазартып, барлық жерді ретке келтіруге белсене атсалысты. Олар қандай балапан тауып алды? Балалар ағаш түбінен дыбыс естіп жақындағанда ұядан абайсызда құлап түскен торғайдың балапанын көреді. Ол өте кішкентай, денесінде қауырсыны әлі өспеген, қызғылт терісі көрініп тұрған қызылшақа балапанды тауып алды. Ол өзінің дәрменсіздігін білдіргендей тоқтаусыз шиқылдап жатыр екен. Балалар не істеді? Жанашырлық танытып, оны сол жерде қалдырмады. Арман сата келіп жоғарғы ағаштың басына шықты да балапанды абайлап алып, өзінің жылы ұясына қайта салып берді. Осылайша олар кішкентай тіршілік иесін өлімнен немесе жыртқыштардан аман алып қалды. Бұл іске атасы қатты сүйсініп, немерелерінің әрекетін қолдап, оларға риза болды. Өзіңді Арманның орнына қойып көр, не істер едің? Ойыңмен бөліс. Мен де Арман мен Нұрланның орнында болсам, міндетті түрде дәл солай әрекет етер едім. Себебі табиғатты қорғау және жәрдемге мұқтаж жан-жануарларға қол ұшын созу әрбір адамның адамгершілік парызы. Балапанның шиқылдаған дыбысы, көмек сұраған дауыс, оны ұясына салу арқылы біз тек бір құсты ғана емес, мейірімділік пен ізгілік сияқты асыл құндылықтарды да сақтап қаламыз. Атасының немерелерін мақтауы бұл балалардың тәрбиелі әрі жанашыр болып өсіп келе жатқанының белгісі. 45-ші жаттығу. Келесі беттегі сөздерді оқы, оларды 4 бағанға бөліп, мына үлгі бойынша тақтаға жаз. Етістік бізде негізгі, туынды және болымды, болымсыз деп 4-ке бөлінеді екен. Негізгіге оқы, өз, отыр, жүз дегендер жатады. Ал туындыға ойла, майла, тұзда, шегеле, үрле деген сөздер жатады екен. Болымдыға арқандады. Болымсызға мақтанба, тербетпе, баспа, барма, өкпелеме деген сөздер жатады екен.
46-шы жаттығу. Берілген сөздерге тиісті жинақтарды жалғап, туынды есім жаса. Жаз, көр, біл, айт және бал, дәулет, өнер деген сөздер берілген екен. Осы сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құрап жаз дейді. Бірінші, жазғыш, көргіш, білгіш, айтқыш. Екіншісі, балдай, дәулетті, өнерлі. Аяжан өте өнерлі оқушы. Анам жасаған бәліш балдай тәтті. Асқар өз алдына білгіш адам. Марғұлан ауылдың дәулетті кісілерінен. 47-ші жаттығу. Суретке қара, оның тақырыбын анықта. Суретте не бейнеленген? Әңгімеле. Сурет бойынша әңгіме құра, құраған әңгімеңді айтуға дайындал және оны жаз. Мәтініңде сөз таптарының қайсысын қандай мақсатта қолданғаныңды анықта. Тауға саяхат. Жаздың шуақты күндерінің бірінде біздің сынып тауға саяхатқа шығуды ұйғарды. Бізді тәжірибелі жетекшіміз бастап барды. Тау бөктеріне жеткенде алдымыздан таңғажайып көрініс ашылды. Биік шыңдар, көк аспанмен таласып, олардың төбесі әппақ қармен көмкерілген екен. Тау етегіндегі мөлдір өзен сылдырап ағып жатыр. Суы мұздай әрі тап-таза. Біз өзеннің үстіндегі тастардан еппен аттап арғы бетке өттік. Алдыңғы жақта Әлия қолындағы добын ұстап, жасыл майсада ойнауға асығып келеді. Ал Арман болса, иығына ауыр жол қапшығын асып, айналаға қызыға қарайды. Ол өзімен бірге жорыққа қажетті заттардың бәрін алған. Айнала қарағайлар мен шыршаларға толы. Гүлдердің хош иісі мұрын жарады. Біз таза ауамен тыныстап, табиғаттың сұлулығына тамсандық. Тауға саяхат бізге тек қуаныш сыйлап қана қоймай, табиғатты аялауды да үйретті. Кешке қарай үйге шаршасақ та өте көңілді күйде оралдық. Біз бұл жердегі сөз таптарына назар аударатын болсақ, бізде қосымша талдау, ол сын есімдер көбейді. Шуақты, тәжірибелі, таңғажайып, мұздай, тап-таза, ауыр, көңілді деген сөздер бар. Бұның барлығы сын есім. Бұл сөздер әңгімені көркемдеп, оқырманның көз алдына суретті айқын елестетуге көмектеседі. Ал балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады деген ойдамын. Егер де бүгінгі сабақ сендерге ұнаған болса, арнаға міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып және комментарийға өз пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.